Кейбір ауылда қалып кеткен жігіттердің достары басқа қалаға немесе өзінің қаласына шақырады, қасымызға кел бірге жұмыс істейміз деп. Дегенмен ауылдағы жігіттердің де барғысы келеді, бірақ бір қимастық сезім болады. Сол қимастық сезімді мына бір өлең жолдары сипаттап берген сияқты, соны оқып берейін. Ауылдамын жігіттер, ауылдамын, қасындамын туысқан бауырлардың, есім алып тұрса да қала жаққа, бара алмаймын сендер мені сағынбағын. Сағынсаңдар келіңдер, ауылдамын, ұсынайын сендерге ауыл дәмін, алмастыра алмаймын импортқа мен анамның пеште піскен бауырсағын. Қаладағы сүретін өмір қымбат, бойым сыймай қояды қаным тулап. Сергемін ауылдың ауасымен, маған досым шынында ауыл қымбат. Келіңдер сыртта жүрген ағайындар, қымыз ішіп, етін жеп марқайындар. Ауылдың таза ауасын жұтып алып, көк шөптің үстіне кеп шалқайындар. Жусан иісі мен үшін диор сынды, досым маған қашанда ауыл құнды. Шақырамын бәріңді ауыл жаққа, өткізіңдер ауылда аз ғұмыр.